Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде 3-ші сыныптың математикасы 81-ші сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тиімді есептеу, сәндік қолданбалы өнер. Бірінші есепке қарайық. Көбейту қасиеттерінің әріптерімен таңбалануына қара және өз мысалдарыңмен түсіндір. Төмендегі әрбір қасиетті дәлелдеу үлгісін пайдалан дейді. Ең алдымен бізге көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін берген екен. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті А-ға В-ны көбейтеміз, олардың орындарын ауыстырып, В-ға көбейтеміз А-ны, А-ға В-ны, В-ға А-ны көбейтеміз. Сонда олардың мәндері мүлдем өзгермейді екен, тең болады екен, бірдей болады деген сөз ғой сонда. Мысалға 4-ті 2-ке көбейтетін болсақ 8 болады. 2-ні 4-ке көбейтсек те 8 болады деген сияқты. Келесі көбейтудің үлестірімдік қасиеті. А көбейту В көбейту С. Бұл жерде А мен В-ны жақшаға алып тұр, енді бұл жерде А-ны бөлек алып В мен С-ны көбейтеміз. Оларды жақшаға алып, сосын А-ға көбейтетін боламыз. Олардың да орындары жақшаларын ауыстырған соң мәндері өзгермейді. Олардың да орындарын жақшаларын ауыстырсақ мәндері өзгермейді екен. Мысалға 3-ке 2-ні көбейтіп, содан кейін барып 4-ке көбейтсек те 2-ні 4-ке көбейтіп барып 3-ке көбейтсек те 24 шығады екен. Сол сияқты олардың да мәндері өзгермейді екен. Келесі көбейтудің терімділік қасиеті. Терімділік қасиеті дегеніміз А қосу В немесе А азайту В және жақшаның сыртында көбейту С бар. Сол көбейту С-ны жеке-жеке жақшаның ішіндегі санға көбейтеміз. А-ға С-ны көбейтіп алып, қосу деп жазамыз да, азайту болса азайту деп алып, В-ны көбейтеміз С-ға деген сияқты ғой. Келесі көбейтіндіні санға бөлу. В бөлу С немесе А-ға бірінші С-ны бөліп алып, содан кейін барып В-ға көбейтсек те, В-ға бірінші С-ны бөліп алып, А-ға көбейтсек те мәндері өзгермейді екен. Келесі қосындыны санға бөлу. А-ға қосамыз В-ны және шыққан мәнін С-ға бөлеміз. Бұны біз жеке-жеке жақшаны ашып барып бөліп, одан кейін қоссақ та мәндері өзгермейді. Сол сияқты есептерді қазір алдағы уақыттарда шығаратын боламыз. Сіздер міндетті түрде осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Есептердің барлығын мысал ретінде келтіре отырып шығаратын боламыз. Келесі екінші есеп. Досыңмен ойна. Әр сандықшадан бір-бір өрнектен алып отыр. Олардың мәнін қос. Алынған өрнектерді жаз. 5 минуттың ішінде кім көп есептеп үлгерді дейді. Суретте көріп тұрғандарыңыздай бізге 2 сандықша берілген. Және 2 сандықшаның ішінде өрнектер жазылған. Біріншісінде 100 көбейту 3, екіншісінде 60 көбейту 7 деген сияқты. 2 сандықшаның ортасында бізде қосу амалы тұр екен. Олай болса, осы сандықшаның ішіндегі сандардан біз өрнектер құрастырайық. Мысалға, мен өзім бір өрнекті жазайын. Бірінші сандықшадан 100 көбейту 3 дегенді аламын. Содан кейін қосу деп жазамын. Екінші сандықшадан тағы бір өрнекті алайын. Мысалы 60 көбейту 7. Сонда 100-ге 3-ті көбейтсек 300 болады. 60-қа 7-ні көбейтсек 420 болады. Енді екеуін қосамын. Сонда 300-ге қоссам 420-ны 720 шығады. Тағы солай шығарайық. Мысалы 14 көбейту 10 деген бірінші сандықшадан осы өрнекті аламыз. Екінші сандықшадан 80 көбейту 5. Ортасындағы қосу амалын жазып кеттік. Сонда 14-ті 10-ға көбейтсек 140 болады. 80-ді 5-ке көбейтсек 400 болады екен. Сонда өрнектің мәні 540 болады. Келесі тағы да 5 көбейту 40, қосу 5 көбейту 30 деген өрнекті алдық. Сонда 5-ті 40-қа көбейтсек 200 болады, және 5-ті 30-ға көбейтетін болсақ 150 болады. Сонда бізде 350 болады екен. 200-ге 150-ді қосамыз, өрнектің мәні 350-ге тең болады. Міне сандықшалардағы есептерді құрастырып, өрнектерді шығардық. Енді бізде үшінші есеп берілген екен. Өрнектердің мәнін тап, олардың барлығын әртүрлі тәсілмен шығаруға бола ма деген екен.
Иә, болады. Бұл жерде бірінші жақшалардың ішін орындап алып, одан кейін 6-ға бөлсек те болады. Болмаса жеке-жеке 15-ті 6-ға бөліп, 21-ді 6-ға бөліп те шығаруға болатын еді. Бірақ бұл жерде бізге бөлінетін сан берілмеген. Солай емес пе? Мысалы 15-ті 6-ға бөл дейді. Бірақ ол бөлінбейді. Кейбір жағдайда бөлінуі мүмкін. Мысалы 18 қосу 24 бөлу 6 дейтін болсақ, онда оны жеке-жеке бөліп, одан кейін шығарсақ болатын еді. Енді бұл жерде былай шығарамыз. 1-ден 15 қосу 21 дейміз. Сонда 15-ке 21-ді қоссақ 36, 36-ны 6-ға бөліп жібереміз. 6. Бұл оңай жолы болып табылады екен сонда. Келесі 120-ны 10-ға бөліп аламыз. Содан кейін барып 20-ны 10-ға бөліп аламыз. 120-ны 10-ға бөлгенде 12 болады. 20-ны 10-ға бөлетін болсақ 2 болады. 12-ге қосамыз 2-ні 14 болады. Бұны шығарудың тағы бір жолы бар, иә? Ол 120-ға 20-ны қосамыз. Сонда 140 саны шығады. 140-ты 10-ға бөле саламын. Сонда 14 шығады. Келесінде 14 бөлу 7 қосу 21 бөлу 7. Сонда 14-ті 7-ге бөлгенде 2 шығады, 21-ді 7-ге бөлгенде 3 шығады екен. Сонда 2-ге 3-ті қосатын болсақ 5 болады екен. Келесінде 300-ге 60-ты қосып аламын. 360 болады, оны 9-ға бөлемін, сонда 40 болады. Келесінде 10-ды 4-ге бөле алмаймыз, сол себепті жақша ішін орындаймыз. 10-ға 22-ні қоссақ 32 болады, оны 4-ге бөлемін, сонда 8 болады екен. Келесіде 100-ге 200-ді қосып аламын, 300 болады, оны 3-ге бөлемін, сонда 100 болады екен. Сіздерге есеп түсінікті болды деген ойдамын. Біз барынша өзімізге тиімді тәсілдерді пайдалана отырып шығарған болатынбыз. 4-ші есеп, әрбір өрнекті есептеудің тиімді тәсілін тап. Мен сіздерге 2 тәсілін көрсетемін. Сіздерге қайсысы оңайырақ, қайсысы тиімдірек көретін боласыздар, және сол тиімді тәсілді пайдаланып шығарсаңыздар болады. 8 қосу 2 жақша ішінде көбейту 10 дейді. 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады, 10-ды 50-ге көбейтсек 500 болады. Осылай шығара салуға болады. Бірақ кейде мынадай да жолдармен шығарсаңыздар. Мысалы, 8 қосу 2 көбейту 50 жақша ішіндегі сандарға 50-ді жеке-жеке көбейтетін болсақ, 8-ді 50-ге көбейтсек 400, 2-ні 50-ге көбейтсек 100, сонда 400-ге 100-ді қоссақ 500 деген сияқты. Бұл бізге тиімді тәсіл емес екен, себебі ұзақ жолмен шығарылып кетеді екенбіз. Келесі 4 көбейту жақша ішінде 30 азайту 20. 30-дан 20-ны алсақ 10, 10-ды 4-ге көбейтетін болсақ 40 шығады, иә? Дәл осылай шығара салуға болады. Ал екінші тәсілі 4 көбейту 30 азайту 20 болса, жеке-жеке жақшаны ашамыз. Сонда 4-ге 30-ды көбейтсек 120, 4-ге 20-ны көбейтсек 80, 120-дан 80-ді алсақ 40. Келесі бізде 8 көбейту 2 көбейту 5 дейді. 8-ге 2-ге көбейтсек 16 болса, мынадай тәсілмен шығарсақ болады. 8-ді 2-ге көбейтеміз 16, оны 5-ге көбейтсек ұзақ болып кетеді, я? 16-ны 5-ге көбейту қиын болып кетеді. Оңай тәсілі бізде былай болады екен. 8-ді жақша сыртына шығарамыз, көбейту дейміз, және жақша ішіне 2 көбейту 5 дейміз. Сонда 2-ні 5-ге көбейтсек бізде 10 болады. 8-ді 10-ға көбейтсек 80 деп шыға салады екен. Келесі бізде жақша ішінде 2 көбейту 5 және көбейту 7 дейді. Ол бізде оңай, көбейту 2-ні 5-ге көбейтеміз. Бізде 10 болады, оны 7-ге көбейтсек 70. Осы есептерде өздеріңізге тиімді тәсілді теріп жазсаңыздар болады. Тағы бір тәсілін жазайын. 2-ні көбейтіп алсақ 5-ге, көбейтсек оны 7-ге. Осылай беріліп тұрған есепті мен былай жазсам. 2-ні жақшаның сыртына жіберіп, 2 көбейту жақша ішінде 5 көбейту 7 деп жазып аламын. Сонда бізде 5-ті 7-ге көбейтсек 35, 35-ті 2-ге көбейтсек 70 деп жазамын. Келесі жақша ішінде 600 қосу 300 бөлу 3-ке дейді. Бұл жерде 600-ді бірінші жеке-жеке бөлейік. 600-ді 300-ге бөлсек
Онда 300-ді 3-ке бөлсек, сонда 600-ді 3-ке бөлсек, бізде 200 болады. Және 300-ді 3-ке бөлсек, бізде 100 болады. 200-ге 300-ді қоссақ 300. Келесіде жақша ішінде 2 көбейту 32 көбейту 5. Сонда 2-ні 32-ке көбейтетін болсақ, біз 64 болады. 64-ті 5-ке көбейтсек 320 екен, е? Дәл осылай шығарамыз. Мысалы, жеке-жеке. Онда 2-ні көбейтеміз 5-ке деп жақшаға алып аламыз да, оны көбейтеміз 32-ке. Бұл бізде тиімді тәсілі болады екен, е? Сонда 2-ні 5-ке көбейтсек 10 болады, 10-ды 32-ке көбейтсек 320 шығады екен. Бұл бізде тиімді тәсілі деп аталады. Келесі 40 азайту 30 көбейту 5 дейді. Бұл жердегі өзі оңай тәсіл беріліп тұр. 40-тан 30-ды алсақ 10, 10-ды 5-ке көбейтсек 50. Ал екінші тәсілі 40-тан азайтамыз 30-ды, оны көбейтеміз 5-ке. Сонда 40-ты бұл жерде біз жеке-жеке 5-ке көбейтіп аламыз, е? Жақшаны ашамыз және жеке-жеке көбейтеміз. Ол үшін 40-ты 5-ке көбейтеміз 200 болады, 30-ды 5-ке көбейтеміз 150 болады екен. Сонда 200-ден 150-ді алып тастайтын болсақ, бізде 50 қалады екен. Келесі 20 көбейту жақша ішінде 10 қосу 40. Бұл жерде 200-ге қосамыз 800-ді. Бұл 200-ді қайдан алдық? 20-ны 10-ға көбейттік, 200 болды. 20-ны 40-қа көбейтсек 800 болады. Екеуін қосып алғанда 1000 шығады. Келесі 50 қосу 6 бөлу 8-ге дейді. Сонда 50-ге 6-ны қосатын болсақ, 56, оны 8-ге бөлсек 7. Осылай шығарып алдық. Ешқандай да қиын емес, оңай жолдарын пайдалана отырып, тиімді тәсілмен есептеп алған болатынбыз. Келесі бізде 5-ші есеп. Есептерді әртүрлі тәсілмен шығар. А нұсқасы: шебер 8 дулыға және 12 қамшы жасады. Олардың барлығы 2 қорапқа бөліп салды. Әр қорапта неше бұйым бар деген сұрақ берілген екен бізге. Ең алдымен есептің шартын құрамыз. Шебер 8 дулыға 12 қамшы жасады. Оны бөлді 2 қорапқа. Әр қорапта қанша бұйым екенін біз табуымыз керек екен. Ең алдымен шешу деп жазамыздағыны, бірінші біз барлығы қанша бұйым жасағанын тауып алуымыз қажет. Сол себепті 12-ге қосамыз 8-ді. Сосын оны 2 қорапқа салды ғой, сол себепті 2-ге бөлеміз. Сонда 12-ге 8-ді қоссақ, бізде 20, 20-ны 2-ге бөлетін болсақ, демек бізде 10 болады екен. Сонда 10 бұйымнан бөліп салған екен, 2 қорапқа. Ал екінші тәсілі. Екінші тәсілінде біз жақшаларды ашып жібереміз де 12-ні бөлеміз 2-ге және 8-ді бөлеміз 2-ге. Сонда 12-ні 2-ге бөлетін болсақ, бізде 6 болады, 8-ді 2-ге бөлетін болсақ 4 болады. Екеуін қосып жібереміз, 6-ға қосамыз 4-ті, сонда 10 бұйым шығады екен. Сонда жауабына жазамыз: әр қорапта 10 бұйымнан бар екен. Бізге ә есебін берген, өзің осыған ұқсас есеп құрастыр дейді. Дәл осындай есеп құрастырып көрейік. Ә нұсқасы деп жазып қоямыз. Мысалға алайық, шебер 9 дулыға 15 қамшы жасады. Оны 3 қорапқа бөліп салды. Сонда әр қорапқа неше бұйымнан салғанын тауып көрейік. Бұл жерде 3 қорап болғандықтан 3-ке бөлеміз. Ендеше есепті 2 тәсілмен шығарып көретін боламын. Қазір жазамыз. Шешу дейміздегі бірінші тәсілін пайдаланайық. Ол үшін біз барлығын тауып алуымыз керек. Сол себепті 9-ға 15-ті қосамыз. 9 дулығаға 15 қамшыны қосқанда 24 болады. Оны 3-ке бөлсек 8 бұйым шығады екен. Ал екінші тәсілінде әрқайсысын жақшаны ашып жіберіп, әрқайсысын жеке-жеке 3-ке бөліп аламыз. 9-ды 3-ке бөлсек 3 болады, 15-ті 3-ке бөлсек 5 болады. Сонда 3-ке 5-ті қоссақ 8 бұйым шығады екен. Ондай болса жауабына жазып қоямыз. Әр қорапта 8 бұйым бар деп жазып қойсақ болады екен. Келесі бізде 6-шы есеп. Көбейтудің қалай орындалатынын қарастыр. Үлгі бойынша есепте дейді. Бұл жерде бізге стрелка арқылы бағыттарын көрсеткен. Мысалы қарайық. 46, содан кейін стрелка, көбейту 9 деп тұр. Сонда 46-ны 9-ға
көбейткенде қанша шығады деп тұр. Сонда бізде 46-ны 9-ға көбейтсек 414 шығады. Енді 46-ны 10-ға көбейтсек қанша шығады? 46-ны 10-ға көбейтсек 460 шығады. 460-тан азайт 46-ны. Сонда осы стрелка бойынша жүріп отырамыз ғой. 460-тан 46-ны азайтатын болсақ, қанша шығады, е? Ол кезде бізде қайтадан сол 414 шығады екен. Мына жерге сол амалдарды жазып қойдым. Көріп тұрған болсаңыздар, е, суретте. Келесі 20-ны көбейт 19-ға дейді. 380 болады. Екінші 20-ны көбейтеміне қандай да бір санға, шыққан саннан қандай да бір санды алып тастағанда 380-нің өзі шығуы керек. Өзіміз сандарды табамыз. Сонда өзіміз табуымыз керек болып тұр ғой. Мысалы, мен 20-ға 20-ны көбейтемін. Сонда 400 шығады. Енді 380 қалуы үшін 400-ден азайтамын 20-ны. Сонда 380 қалады. Есепті осылай шығарып алған болатынбыз. Сіздерге есеп түсінікті болды деген ойдамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, және сабақтан түсінбей жатқан тапсырмаларыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Міндетті түрде жауап қатып, сіздерге көмектесетін боламын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.